Ассаламуалейкум, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін сіздерге Қарағанды қаласы бойынша автокөлік базарында шолу жасауға келдік. Басынан бастайық. Бағасы 2.150.000 2001 жылғы контрактның негізінде өтіледі. Volkswagen Golf 92 жылғы 1.8 1.200.000 бар. Кеттік. Mercedes-Benz 210-97 жылғы 2.100.000 ВАЗ-2107 бір хозяйнный. Бағасы 1.150.000 контактный телефон. Телефон нөмірлерін жазып алыңыздар. Бірде Honda, Hyundai. Қандай машина екен мынау? Пікірге жазып кетсеңіздер болады. Меніңше Hyundai Tucson деген машина ғой деймін. Уважение керек емес дейді. Mercedes-C 243 жылғы 2.6 объем 700 дейді. Сыртқы қалақта жалпы жаман емес сияқты. Mercedes Benz 290 жылғы 1.5 миллион дейді. Жай тұрған машиналар бағасы ештеңесі жоқ. Toyota Surf қой, иә? 95 жылғы 626 жылғы инжектор дейді. 620 мың дейді. Торг бар дейді. Адам 2000 жылғы дейді. 700 мың 50-ка ғой. ВАЗ-2110 арғы кеттік. Газель тоже газель бар.
жақтағы Volkswagen Touareg. Бүгін бірінші күн түсіріп жатырмын. Егер де бір қателіктер болса кешірім өтінемін. Қарағанды қаласында бүгін жалпы бірінші рет түсіріп Volkswagen Touareg немец дейді 2003 жылы бағасы 3.200.000, қозғалтқыш көлемі 3.2 вариант армен бар. Ары қарай Audi C4 91 жылғы моно дейді 2.0, қозғалтқыш көлемі 2.0, 1.750.000 без вложения дейді. Какой Nissan? 11. Так, примеры дейді. 99 жылы 2.0. Сколько просите? 1.300.000 дейді. ВАЗ-2110 ресейлік учетпен 2007 жылғы қозғалтқыш көлемі 1.6, 124 дегеді дейді, 770.000. Телефон номерін қарап алыңыздар. Телефон шалып бағасын түсіруге болатын шығар. Біз ары қарай 110 дейді, 2018 жылға дейді. Бағасы 6.270.000 дейді. Но вложение дейді. Бәрін санағанда. Здравствуйте. Сколько просите? 4 хочет. 4 миллион. Арғы егет. Бұл жақтан мынаға тардай қалсақ. Kia Sportage 2013 5.800.000 көріп кетті. Арғы егеттік. Hyundai Accent қойдым. Солярис дейді. 2015 миллион 600, 1.6 кешірім өтінемін, 4 миллион 300. Volkswagen Passat 93 1 миллион барлығы жұмыс істейді дейді. Duster. Жоқ, Renault Sandero. Toyota Camry 5 қой деймін. Американец 2010 жылғы 2.5, көлемі 4.900 тонна механик сетілет дейді. Бағасы тағы жоқ. Хозяйында сендері. Volkswagen Polo 12 жылғы, көлемі 1.6, 3.4 автомат дейді. 3.4 сұрап тұр, 3.412 жылғы 1.6. GS300 2007 жылғы, қозғалтқыш көлемі 3.0, 4.5 миллион. GS300. Жалпы енді жаман емес сияқты. 405 FQA дейді. Биыл немесе өткен жылы алынған көлікті, Q деген сериясына қарап. Hyundai Elantra 94 жылғы 1.6, көлемі 1.390.000. Механик өткендер автозавод. RAV4
RDC бірдеңе бұл Space Wagon ба? Дұрыс солай Space Wagon екен. Space Runner кешірім. Так, 98 жылғы 1.8 жалпы бағалар осылай. Басын жаңағы нөмірлерге қоңыш болсаңыздар болады. Осылай. 1 миллион аралай кеттік. Hyundai Accent қой деймі? Аралай кеттік. Hyundai Accent қой деймі? Кетті. Жақты қарап шығады тоже. Это Альфаро. 16 миллионов купечества. Альфаро Альфатпа. 14 жылы. Көлемі шарым 16 миллион. 16 миллион деген түсіндік па? Енді бағалар солай тұра ма? Астында пікір жаза салсаңыздар болады. Альфард деп оқылады ғой деймін, дұрыс па? Ары қарай кеттік. Прада. Это Прада. Жақын емес сияқты. Toyota Prada 153 жылғы 3 литр дизель. 12,5 Highlander. Hyundai Accent. Ларгус қой. 14 жылғы 1.6 2 миллион 620 мың тонна тұратын. Жетікшілік қой деймін. Ары қарай кеттік. Champion Action 2 литр бензин 19 жылғы автомат. Толық электропакет. Толық жетек, яғни полный привод, подогрев всех сидений, климат-контроль, ABS, скорость RS. 2013 жылғы 1,4 миллион 100 мың тонна. Ары кеттік. Kia Soul 14 жылғы 1.6 газ 4.8. Ары кеттік. Toyota Camry Faz дейді, но Faz деген егерде нөмірдің сериясында артында Z деп тұрса, ол алдыңғысын қарайсыз. Алдыңғы сериясында F деп тұрса, ол яғни шығыс қарайтын. Егерде A тұрса, Алматыдан алынған тегін сөз болады. S болса, Павлодардан. Сондай 35 европеец 4.9 дейді. 35-ші Camry 2005 жылға. Соғылмаған отличном техническом состоянии 2 миллион 150 дейді. Ары қарай кеттік. Шевроле Malibu 14 жылғы 2.4 алдыңғы привод, алды сатылы автомат 5 миллион 800 тонна. Жерден болдық.
ары мен қарай кеттік. Онда КАЗ дейді мына К деген негізі бұрынғы ескі жезқазғанның сериясы. Жезқазғаннан алған болу керек. Жаңағы айтқандай АТЗ ол Алматыдан алынған деген сөз. Outlander 2007 жылға 2.438. Бұл жерде Volkswagen Venta өтіп, Venta болуға тиіс. Вента ваша цель, да, красная? 94 жылға 1.8 моно 1.4 сұрап тұр. 94 жылға. Вы что, далеко? Passat кешім 95 моно 95 жылға 1.6 ма 1.8 моно телефон нөмірлерін пауза қойып қарап алсаңыздар болады. Арай жеттік. Бой алған сияқты. Ондан Г дейді. Г деген Г, Q деген, сосын I деген, сосын тағы да J деген бар. Ол 2018-ден бастап шыққан сериалдар. Естеріңізде болсын. Жақта да бір қатар бар екен. Намына қарап шығайық. Форд жылдан қарап шығайық. Видеомыз уже 18 минутқа созылып кетті. Ford Galaxy дейді. Ford Galaxy дегенде бөліп бар екен ғой. Өзіміздің Passat'ымыз бұрынғы ескі. Volkswagen деген народный маркасы деген сөз ғой. Халық маркасы. 900 шыққан жылын жазылып деп. Қозғалыс көлемінің ештеңесін жазылып деп. 900 деп жазылсақ. Ескі нөмірмен екен. Бір есі ғана болған шығар. Kia Sportage қойдым. 2013 5.8 Sportage болуға тиіс. Sportage Азия біздің Қазақстанда құрастырылған ғой. Қазақстандық сборка. Prada 100 ғой деймін. 150 ма? 100 шығар. 12 дейді, оны мен 12 литр деген сұйық отын тұтыну шығар, расходқа келеді. 2008 7.9 дейді. 7.9 дейді. Арай кеттік жылдан түсіріп шығайық. Видеомыз тораттан созылып кететін түрі бар. 14 жылғы 12 жылғы 14-ші баз 21-14, 12 жылға 1.6 бағасы 1.550 люкс дейді. Комплектациясы люкс. Арай кеттік. Если что, как он будет? Это в YouTube я, блогер. Хозяин вы, да? Да. Арай кеттік. Бағасы жазған бұл жер. Бағасын жазып, күн нөмірін ғана жазып, жақсылап пауза қарап көріп алыңыз болады. Так, қандай машина қазір айтып жүрмін. Nissan Almera. Nissan Almera жақын емес, жақсы машина. Такси айдағанға да арай кеттік. 2.5 дизель 1.1 топ. Nissan Terrano оң жақ рөл. 94 2.7 дизель дейді, 1.5 дейді. Нөмірін пауза қарап қарағаныздар, пауза қойып. AEZ дейді. Мынау да мына Алматыдан алынған машина көрдіңіздер ме? Алдыңғысы А, соңғысы Z. Яғни Алматыдан алынған деген сөз. Montero Sport қой деймін. Спорт деп тұр, Montero Sport.
Mitsubishi Motorsport 2001 жылғы 3 миллион дейді. Негізі жалпы достар, Алматыдан алынған машиналардың көбісі таулы жерде, таулы мекен болғаннан кейін қызып кетеді. Сондықтан оларды алуға кеңес бермеймін. Қарғай кеттік. Сонымен достар, арнама тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Енді машиналардың тым көп болғандығынан міне автокөлік базарында, Қарағанды автокөлік базарында ахуал екен. Мен осындай бір тұжырымға келдім. Жалпы осындай таза ескі түсіп шықсам деген ойға келдім. Әйтпесе мынаның бәрі бір сағатқа созылып кететіндері бар, қайда адамдардың түсірген. Мен таза ескі нөмірлерден тұрған машиналарды түсіріп шығамын. Кеттік ендеше. 98 жылғы. В YouTube. Мои подписчики будут смотреть, может кто позвонит. Так, обзорчик сделаю. Так, 98 жылғы Volkswagen Multivan. Состояниесі жақсы сияқты. Хабарласып көріңіздер, міне салоны бәрі. Ескі нөмірмен жүрген машиналарды түсірем деп айттым. У вас какой номер? Номер продиктуйте, пожалуйста. Номер телефона? Да. Запись. 8 705 588 2007. Зовут вас? Сергей. Так, обращайтесь, Сергей. Вот замечательная машина. Volkswagen. 10 лет один хозяин дейді. Көрдіңіздер ғой достар, тамаша көлік. Так, Mitsubishi дизельник Mitsubishi Pajero 92 жылғы. 92 жылғы. 2.5 дизель 2 миллион 900 мың. Печка панорамный. Екен. Сколько вы ездите на ней? А? Сколько вы ездите на ней? А 4 лет, наверное, как привезли. Один хозяин, да? Да, один. Так, один хозяин дейді, көрдіңіздер ме? Жақсы сияқты. Нөмірін ұнап тұрмаған бәрін. Ана жақта да 050, анда да 050. 050-лерді жинап алдық қой. Так. Сонымен ары қарай кеттік. Тағы да 1-4 ескі нөмірлерден тұрған машиналар қалды ғой деймін, соларды түсіріп шығайын. Сонымен тамам болады бүгінгі. Mitsubishi Lancer дейді. Япония сборка дейді, один хозяин дейді. 2012-ден бастап бір хозяин дейді. Екі қабат шумоизоляция дейді, 3,5 дейді. Без торга, без обмена дейді. 12 жылғы 3,5 қымбат емес пе екен? Көрсек болатын шығар. Шын ашып жай көре салайық. Жай көре салайық. Пробега 85 дейді. Каналым бар, соған блогер болып жүрміз ғой. Сізге хабарласып қалатын шығар. Но Сангион Кайрон ғой, я? Нешінші жылғы? Корейский.
Корейский қай жылғы? Корейский, это не Кустанайский. Ага. Кустанайский обрезанный зад. Иә. Он по 11 миллион стоит, а я за 4,5. Ага. И не ешеная машина. Вот для миллионника 28 рублей цены, это только обкат. Жағы Қай жылғы? 12 год, жағы 200 бір жылда шуман, Бір есі оған сіз, бір ес. Ешкім жағы секе. ескі нөмірмен тұр, иә? Ну, өз номер ғой. Ага. Это, Ескі нөмірмен тұр. сен номеріңді аласың ба? Оны да түсіріп алдым. Қазір Жоқ, қалай маған шығасың? А какая цена? 4,5 прошу. Это скинул. Ну, это только обкат. Один хозяин. Этот оцинкованный круг. Қарағай, қарағай. Тағы да ескі нөмірлер бар ма екен? Тағы да іздеп көрем. Бар болса түсіріп қарағай жалғастырамыз. Шunu түсіре салайыншы. Чистый. Да? Просто по асфальту поехал. Ага. Кісілер қарып жатыр. Түсіре салайық. Зеркал. Регулировка зеркал. Ага. Все. Автоматика все есть. Все, что нужно. Всё. Можно заведу? Вот это. Полный электропакет ехал. Багаж бөлімі жақсы сияқты ғой. Бәсеңдеткіш. Это без Б, потому что без обмана все здесь. Один только я ездил в год, только 3000. Пыли это, машина пыль не видел. Асфальт съездил, лечиться, приехал. Это резина здесь, как ты решил? Келесі машинаға көшейік. Так, Volkswagen Passat. Ескі нөмір тұр. 90-шы жылғы. Ona дейді 1,8 миллион 250. Уже хозяинка алған кісі состояниесі енді. Қыша. Состояниесі орташы пробег. О, пробеги 550 екен. Пробеги 550 екен. Қарай кетті жат болады көп түсірмейік. Андақта да бір Volkswagen тұр екен. Жерде де бір Volkswagen тұр, оны қазір барып түсіреміз. Мынау да Volkswagen Passat дейді. Ассалаумағалейкум аға. Қай жылғы қанша сұрап тұрсыз? 89-дың аяғы ғой. 89-дың аяғы. Неменеге ортаға түсіп жатсың? Бұл YouTube-қа салып отырмын, сізге жарнама болады, реклама болады. Сіздер хабарласады, нөміріңізді айтып жеріңіз. Звондақ болады тоже, бесплатный реклама. 8778. 77778. Иә. Ары қарай қайта беріңіз. 459. 459. 8980. 8980. Қанша сұрайсыз? 750 сұрап отырмын. 750. Келісеміз қалатын адам мен. Иә, әрине. Бопты, жақсы, рахмет. Ескі нөмірмен тұр. Сонымен Volkswagen Multivan ба, қарағылы ма? Ескі нөмір. 95-ші жылғы. 1,9 2,2 дейді. 2,2 дейді. Şimdi hava türkün. Şimdi sürmeye koyayım. Gezisine sürüyorum. Салам алейкум. Volkswagen какой? Транспорт. Транспортер. Окончательно сколько будет?
Да. Бағасы кетсін деп қысқа. Ай, жағдай жаман емес сияқты.